Үшінші гүлімізді егуімізді бастаймыз. Бұл азалия гүлі. Басқа гүлдермен салыстырғанда өте талапшыл. Көп адамдар өсіре алмайды. Бұл гүл жаңадан гүл ашып, гүлдеп бітті. Гүлдеп тұрғанда реті келсе көшеттемеуге тырысу керек. Қазір осы гүлді ауыстырамыз. Бұл гүлді астынан суғарамыз. Сондықтан бұл гүлді суғарған кезде астына басқа тарелка қойып, суғарып алу керек. Бұл гүл топырағы үнемі ылғалды болып тұру керек. Содан кейін барып ыдысына саламыз. Бұл гүлді күте алатын болсаңыздар, бұл гүл көңілге сыйлайды. Суғаратын кезде астынан суғарылады. Суғарып алғаннан кейін ыдысына салып қоямыз. Дайын болды.